Келесі 1105-ші есебіміз тік төртбұрыштың ауданы 200 пайызға артты. Тік төртбұрыштың ауданы неше пайызға өсті дейді. Енді бастапқыда ол 100% болған еді. Одан кейін ол артты 200 пайызға. Сонда 100 пайызға қосамыз 200 пайызды. Сонда ол 300% болады екен. Енді қанша пайызға артқанын білу үшін бастапқы пайыздыға бөлсек болған. Сонда 300%-ды бөлеміз 100%-ға. Сонда 3 кетен болады, 3 есе артады екен. Әсінде 300%-ға артты, дәл солай. Бастапқыда 100% еді. Одан кейін артты ол 300%-ға. Сонда 400% болған екен. Енді қанша пайызға артқанын білу үшін 400%-ды бөлеміз бастапқы 100%-ға. Сонда 4 есе артады екен. Келесі екіншісі квадраттың ауданы 2 есе өсті. Квадраттың ауданы неше процентке артты дейді. Бастапқыда ол 100% болған еді ауданы. Ол 2 есе өсті дейді. Көбейтеміз 2. Сонда ол 200% болады екен. Енді қанша пайызға артқанын білу үшін 200-ден азайтамыз 100%-ды. Сонда 200%, 100%. Сонда 100%-ға артады екен. Келесі 1106-ші есебіміз. Егер заттың пайызы 5%-ға қымбаттаса, оның бағасы алғашқы бағасынан неше процентін құрайды дейді. Сонда біріншісінде бастапқыда 100% еді. 5%-ға қымбаттады. Сонда қосамыз 5%-ды. Сонда ол 105%-ға қымбаттаған екен. Келесі екіншісінде 10%-ға қымбаттаған. 100% еді бастапқыда. 10%-ды қосам, сонда оның заттың бағасы 110%-ға қымбаттаған. Келесі 100% болады. Ол қымбаттады 15%-ға. Сонда 115%-ға қымбаттаған екен. Келесі екіншісінде арзандатылса дейді. Яғни бастапқыда 100% еді. Арзандату деген, яғни шегеру, 10%-ға. Сонда ол 90% болады екен. Келесі 100%-дан азайтамыз 15%-ды. Ол бізде 85% болады. Келесі 20%-ға арзандаса, 100%-дан азайтамыз 20%-ды. Ол бізде 80% болады екен. Келесі 1107-ші есебіміз. Тік төртбұрыштың ұзындығы 15%-ға кемітіп, ені 20%-ға ұзартылғанда, оның ауданы неше пайызға өзгертілді дейді. Ұзындықты біз А деп өрнектейік. А бастапқыда 100% болатын. Ол бізде 15%-ға кемітілді. Яғни азайтамыз 15%-ды. Азайтқаннан кейін ол бізде 85% болады. Ал енді 85%-ды санмен жазатын болсақ, яғни пайызды санмен өрнектейтін болсақ, 85-ді бөлеміз 100-ге. Сонда ол 0,85 болады екен. Енді В, яғни ені 100% деп бастапқы пайызды аламыз. Ол бізде 20%-ға ұзартылды. Сонда қосамыз 20%-ды. Сонда ол 120% болады екен. Енді оны санмен алатын болсақ, пайызды санмен өрнектейміз. 120-ны бөлеміз 100-ге. Сонда 1,2 шығады. Енді жалпы тік төртбұрыштың аудан тауып формуласын жазайық. Ол дегеніміз S-тен А көбейтілген В-ға тең. Бұл дейінгі, яғни өзгермегенге дейінгі формула бойынша. Өзгергеннен кейін ауыстыратын болсақ, S-тен, яғни 0,185 А болады, көбейтілген 1,2 В болады екен. Енді көбейтетін болсақ, 1,2
жүзден 2 а в-ға тең. Енді бастапқыдан азайтайық, яғни 1 бүтін жүзден 2 а в-дан азайтамыз а в-ны, ол бізде 0 бүтін жүзден 2 а в-ға тең екен. Енді 0 бүтін жүзден 2 пайызбен алатын болсақ, 0 бүтін жүзден 2 көбейтілген 100% болады. Ол дегеніміз 2 пайызға тең екен. Яғни ұзындығы мен енін өзгерткеннен кейін ауданы 2 пайызға өзгереді екен. 1108 есептің біріншісі. Квадраттың қабырғасының ұзындығы 20 пайызға артса, оның ауданы неше процентке артады дейді. Бастапқы квадраттың ауданын табу формуласын жазайық, ол а-ның квадраты. Енді осы 30 пайызға артты, яғни қабырғасы 30 пайызға артты. Бастапқыда ол 100% еді, ол артты 30 пайызға. Онда 130% болады. Ал 130%-ді санмен жазатын болсақ, 130 санын бөлеміз 100-ге, сонда 1,3-ке тең болады екен. Енді өзгергеннен кейінгі аудан табу формуласын жазайық. Сонда ол S-тен 1,3 а-ның жақша сыртында квадраты болады. Ол дегеніміз 1,169 а-ның квадраты. Енді бастапқыдан қанша пайызға артқанын білу үшін 1,169 а квадраттан азатайық а квадратты. Ол деген сонда 0,169 а квадратқа тең. Яғни 0,169-ды пайызбен қанша пайыз болғанын білу үшін 0,169-ды көбейтеміз 100%-ға. Сонда 69%-ға артады екен. Яғни қабырғасын 30%-ға арттырғанда, ол 69%-ға ауданы артады екен. Келесі екіншісін шығарайық. Квадраттың қабырғасының ұзындығы 10%-ға кемітсе, оның ауданы неше процентке кемиді дейді. Аудан табу формуласы ол а-ның квадраты. Енді 10%-ға кемсе, сонда а деп отқанымыз 100% болатын болса, 10%-ға кемітейік оны, сонда ол 90% болады. Ал 90-ды санмен жазатын болсақ, 90 бөлінген 100 болады. Ол дегеніміз 0,19-ға тең екен. Енді өзгергеннен кейінгі ауданын табайық. Ол дегеніміз сонда S-тен 0,19 а-ның жақша сыртында квадраты болады. Ол бізде 0,181 а квадратқа тең екен. Енді қаншаға өзгергенін білу үшін а квадраттан азайтамыз. А квадраттан азайтамыз 0,181 а квадратты. Сонда нәтижесі тең болады 0,119 а квадрат. Енді 0,119 дегеніміз қанша пайыз екен білу үшін 0,119-ды көбейтеміз 100%-ға. Сонда ол 19% болады. Яғни 19%-ға кеміген екен. Келесі 1109 есебіміз. Бұйымның бағасы бірінші айда 20%-ға қымбаттады. Яғни бастапқыда ол 100% еді. Ол қымбаттады 20%-ға. Яғни қосамыз 20%-ды. Сонда ол 120% болады екен. Енді бұны санмен өрнектейтін болсақ, 120-ны бөлеміз 100-ге, оның нәтижесі 1,2 кетен. Енді қандайда бір бағасы а деп өрнектейтін болсақ, 1,2 аға тең болды. Енді бұл қымбаттағаннан кейінгі бағасы. Енді сол екінші айда бағасы 20%-ға арзандады дейді. Енді басында 100% деп алайық. 100% ол арзандайды 20%-ға.
Сонда ол 80% болады. 80%-ды санмен өрнектеу үшін 80 санын бөлеміз 100-ге. Ол дегеніміз 0,8-ге тең екен. Енді бағасы 1,2а еді. 1,2аны көбейтеміз 0,8-ге. Сонда нәтижесі 0,196 аға тең екен. Енді бастапқыда біз оны а деп өрнектедік қой. Бастапқыдағы баға а еді, одан азайтамыз 0,196 аны. Сонда нәтижесі 0,104 аға тең. 0,104 санын біз пайызбен өрнектейтін болсақ, оны 100%-ға көбейтеміз. Сонда ол 4% болады екен. Яғни соңында 4%-ға кеміген екен.